Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақнұр. Бүгін сіздерге өте дәмді сиырдың тілін банкаға салып пісіріп көрсететін боламын. Және де видеомнан алыстамай соңына дейін қараңыздар. Енді мына жерде менде сиырдың тілі, осы сиыр тілін жұмсақ жерін мына жерде мен тіліп аламын. Осыны пісіріп, мысалы таңертеңгі шайға жесеңіздер өте күшті және де пайдасы да бар. Көбінесе бұны суға пісірген кездерінде витаминдер кетіп қалады. Негізі осындай банкаға пісірсеңіздер, бойындағы бүкіл витаминдер қалады. Сіздер де осы видеодағыдай етіп жасаңыздар. Мына жұмсақ етті қазір тілемізде жан-жағын тіліп тұздаймыз. Көп тұздамаймыз, аз мөлшерде тұздасаңыздар жеткілікті. Тұздап алдық. Міне енді мына жерде менде 3 литрлік банка. Енді осы тұздап алған тілімізді банканың ішіне жайғастырамыз. Ішіне кіріп тұру керек. Енді мына жұмсақ етімізді де саламыз. Енді ішіне лавровый лист жапырақтарын саламыз. Көп емес, 5-6 штук салсаңыздар жеткілікті. Енді ішіне жұмсақ етімізді де саламыз. Ана жерде менде ыдысымда мұздай су, кәдімгі мантаварканың астына мен мұздай суды құйып, ішіне майлығымызды жайғастырамыз. Мына қазанымыздың төменіне осы майлығымыз тиіп тұру керек. Енді осы жерге банкамызды қойып, банкамыздың төбесін крышкамен жауып қоямыз. Енді мантаваркамыздың төбесін қоямыз, крышкасын жауып, 3-4 сағатқа пісіреміз. Ішіне су азаятындай болса, кәдімгі ыстық су құя берсеңіздер болады. Негізінде крышкасын жапқан кезінде плотно осы жабық тұру керек. Менде ондай болмағандықтан мен бүкіл жеріне майлықтарды қойып қойдым. Міне қыздар, біздердің тіліміз дайын, пісіп шықты. Енді толығымен мұздатамыз. Мен банкамыздың ішіне ешқандай да су құйған жоқпын. Тілден ажыратылған су бұл. Бумен піскендіктен. Енді тілдің сыртында шыққан жаңағыдай қабыршықтарын осылай алып тастадым. Мен кесіп өзі бірден оңай алынады. Енді тілімізді кесіп дастарханға қойсақ болады. Негізі мұздатып жесеңіздер өте күшті болады. Міне қыздар, өте күшті болды. Әркім қалауынша сәндеп осындай дастарханға қойып жесеңіздер болады. Негізі мерекелік дастархандарға қойсаңыздар да. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.